Жалған дейді өмірді бұл ғазалдан, мәңгілікке кім бар тұрақ таба алған. Дүниені шарлап жүріп қашса да, қорқыт бабам құтылмаған ажалдан. Махаббатын сыйлап бізге жер көктің, бұл өмірден асыл анам сен өттің. Саны бар ма өзің еткен еңбектің, саны бар ма өзің жуған жөргектің. Жасасаң да ұзақ ғұмыр ғасырдай, кім қияды өзіңіздей асылдай. Бұл өмірде жүрер ұрпақтарыңыз, саған деген сағынышы басылмай. Өмір өткінші дейді білетіндер, сол рас-ау. Кешегі өткен ата-бабамыз жалған дүние, шолақ дүние деп баға берген фәни өмірден әзиз анамызда өтті. Бізге мынау ғажап әлемнің жарығын сыйлаған ардақты анамыз, немере жиен шөбере шөпшегінің сүйікті әжесі Мұханова Орынша Ораз қызының дүниеден озғанына жыл толды. Анамыз 1941 жылдың 3 наурызында қазіргі Махамбет ауданына қарасты Таңдай селосында өмір есігін ашты. Ол Шумақ Шеркеш Тоқымбет бөлімінен тараған әкесі Ораз бен анасы Ажардың жалғыз перзенті болатын. Ұлы Отан соғысы басталғанда әкесі майданға аттанып оралмайды. Осындай қиын кезеңде еңбекке ерте араласқан Орынша 1960 жылы Сабыржан әкемізбен бас қосып шаңырақ құрды. Дәм тұздары жарасқан екі жұп 31 жыл шаңырақты бақытты ғұмыр кешіп, өмірге 5 ұл мен 5 қызды әкелді. Отбасын өмірге нәресте әкелумен думанға айналдыратын осы аналар екені даусыз. Сондай ардақты жандардың бірі анамыз Орынша Ораз қызы еді. Тәжірибе стансасында Сабыржан әкеміз шоферлі қызметте болса, анамыз құрылыс, егін шаруашылығында аянбай еңбек етті. Бертін келе бақ шаруашылығында алма күтуші, бағбаншы қызметінде жұмыс жасап, жас келін ұрпаққа оның қыр-сырын үйреткен абзал жан болатын. Совхозда еңбек еткен кездері қандай жұмыстар тапсырылсын, оны абыроймен атқара білді. Анамыз әкеміздің жауапты жұмысына қолдау көрсетіп отыратын. Үйдің бар шаруасын үлгерумен қатар, өзінің еңбек жолына да көп көңіл бөлді. 10 баланың анасы, алтын алқа иегері атанған Орынша Ораз қызы 1991 жылы осы жерден зейнетке шығады. Еңбек еткен жылдары аудан бойынша облыс көлемінде бірнеше мақтау қағаздары мен грамоталар және де бағалы сыйлықтар мен арнайы марапатталады. Үй шаруашылығы, бала күтіміне көп көңіл бөліп, ұл қыздарының жақсы болуын Алладан тілеп отыратын. Өмір жолында Сабыржан әкеміз бен ұрпақтарының қызығына кенеліп, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырды. Алайда жүрегіне жазылмас жара, көңіліне айықпас дерт салған сұмажал, қуанышты сәттерді әлі де көрсетуге Сабыржан әкеміздің маңдайына жаздырмаған екен. 1991 жылы әкеміз 56 жасында өмірмен қош айтысты. Еліміз егемендік алып, әлі еңсемізді көтере алмай жатқан сол бір кезде бар ауыртпалық өзіне түскенін сезсе де, анамыз еш мойымады. Орынша Ораз қызы 31 жыл бірге отасқан жарының жоқтығын білдірмей, әке орнына әке, ана орнына ана бола білді. Әкеміз өмірден өтсе де, анамыз сол кезеңнің қиындығы мен жоқшылық тауқыметін балаларына білдірмей, барлығында адам қатарына қосып тәрбиеледі.
Ізгілікті екеуіңнен көрдік біз, сол ізгілік жетегінде өстік біз. Әкемізбен екеуіңнің арқаңда, асыл анам, осы күнге жеттік біз. Екеуіңнен алдық күннің шуағын, ата-аналық махаббаттың қуатын, кеудемізден өшірмейміз ешқашан сендер жаққан ізгіліктің шырағын. Аяғыңның астында еді бар жәннат, әзиз жаным жаратқанға аманат. Бейіш болсын мәңгі сенің орның, дұғаларың қабыл болсын жамағат. Соңында қап асыл жардай тіректің, ұрпағыңның бақытын сен күзеттің. Аяулы асыл жарқын бейнең анажан, түкпірінде тұрар мәңгі жүректің. Осы өміріне шүкіршілік айтып отырғанда, өмірдің ағы мен қарасы қатар жүретіні рас. Бір жағынан шүкіршілік етсең де, өмірдің күтпеген істері мен қиындықтары келеді. 2007 жылы туған ұлы азаматтың кенеттен дүниеден өтуі үлкен қасірет болды. Бір жағынан шүкіршілік етсең де, өмірдің күтпеген істері мен қиындықтары келеді. 2007 жылы туған ұлы азаматтың кенеттен дүниеден өтуі үлкен қасірет болды. Солай десек те, өмір өз дегенін жасап алмай қоймайды екен. 2009 жылы Айгүл қызы мен Жексенбайы, 2010 жылы Баян келіннен айырылуы орынша Ораз қызының жүрегіне салмақ түсіріп, бұл кезең ана үшін өте ауыр болды. Әйтсе де, шүкірге жеңдіріп, қалған балалары мен бауырларының, ұрпақтарының амандығын тіледі. Анамыз бүкіл әулеттің ұйытқысы, сүйеніші болды. Адам өмірінің мәні өз ұрпағы болса керек. Ата-анамыз алдыңғы қатарлы білікті мамандық иесі болатын ұл қыздарды тәрбиелеген жандар. Бұл күндері әке-шешемізден тараған ұл қыздардан дүниеге немерелер мен жиендерің, шөберелерің өмірге келіп, шаңырағыңның отынын түтетуде. Ал 2021 жылдың наурызында ұрпақтары жиналып, анамыздың 80 жыл мерейтой дастарханын өз шаңырағында жасағаны, әрине ағайын тумаларының, ауылдастарының, өз құда жекжаттарының әрқашан есінде мәңгі сақталар хақ. Жымиысың жадымызда жаңғырып, көз жасымыз тамды үнсіз ағылып, сенсіз өмір сәтсіздеу бір сүрлеуде, жанымызға салдың үнсіз ауырлық. Десек те, анамыздың көңіліне айықпас салған дерт алмай қоймайды екен. Ұл қыздары мен ағайын тумаларының ортасынан келмес сапарға аттанды да кете барды. 2025 жылдың сәуір айының 25-інде орынша Ораз қызының жүрегі тоқтап, Құлметен қауымында мәңгіге тыныстады. Иә, күні кеше ортамызда жарқын мінезімен жарқылдап, ақыл парасатымен көпке үлгі болған анамыз бүгінде арамызда жоқ. 84 жасынан асқан шағында артына жарқында жылы іздерін қалдырды. Төрінде перзенттерің, жаныңда немере шөберең, сол бір шуақты күнде жаның жай тауып, мейірімге бөленіп отырған бейнең мәңгі жадымызда қалды. Сізбен өткізген әрбір сәт біз үшін мәңгі естелік. Алыстан ат арылтып келетін ағайын туыс, құда жекжат және ауыл адамдарына қош келдің айтып, берекелі дастарханда бірге болушы едіңіз.
Келінін қызым деп ақ түлемен әр сәтте демеп жүретін асыл ана шаңырақтың шырағы еді. Алыстан балалары қара шаңыраққа барғанда алдымен анамыз жататын бөлмесіне барады. Аппақ төсегінде, ой айналайындар-ай, келдіңдер ме деп еміреніп күлімсірейтін күндер енді қайтып оралмайды. Сіздің жарық бейнеңіз жүрегімізде, біз сізді ұмытпаймыз ана. Аллаға шүкіршілік етіп, сабыр сақтап, асыл анамызға дұға арнап, алды пейіш, арты тыныш болсын деп тілейміз. Жатқан жерің жәннат, алды пейіш, арты кеніш болсын, ардақты ана, аяулы әже. Әр жүрген сәтімді мен жаңылмай жаттап алған, көңілі кіршіксіз таза жаралған аппақ ардан. Кім биік, кім қымбат адам, ол өзін асыл ана. Өшпейді сәбилік сезім, мен оны жасыра алмам. Ақ сүтін ақталмай жатса, кешірші кешір ана. Ақ сүтін ақталмай жатса, кешірші кешір ана.